Қазақта мықты жігітті көрсе айғыр екен деп айтып жатады ғой, тигр екен деп жатады. Міне сені айғыр ететін бірнеше нәрселердің бірі ол осы воздержание. Воздержание дегенде мен оразаға қатты ұқсатамын да, ораза саған адал болған тамақтан, судан мүмкіндігің бола тұра өзіңді саналы түрде тоқтату ғой. Ниет Алла разылығында, бірақ ғылыми түрде қарасаң өзіңді белгілі уақытқа тамақтан, судан тоқтату. Егер ораза ұстап жүріп аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып жүрсе, немесе көзің сол баяғыдай қыздарға, порноға қарап жүретін болса, онда сенің оразаң ол жай ғана ашылу дейді. Тура сол сияқты воздержание деген нәрседе ол сен өзіңді саналы түрде порнодан, суреттерден, мастурбациядан, көшедегі бір соска қыздардан ойша жатып алып қызды елестетіп апарып әкелуден тыйылған кезде ғана толық эффектісін береді екен. Мен бүгіннен бастап воздержаниедамын деп тек қана сексті тоқтатып, бірақ мастурбациядан или порнодан или қыздарға қараудан тыйылмасаң, онда ол воздержание болып саналмайды. Оразада жай ғана ашуы болған секілді сауабы жоқ. Тура сол сияқты воздержаниеда жай ғана сперманың шықпағаны болмаса, қалған сол баяғыша ойша көзбен сол өзіңді қоздырып жүре беруіңнен түк пайда жоқ. Воздержаниеден реальный пайда аласың сен тек қана толық сені сексуалды қоздыратын дүниелерден тыйылып, қосымша денеңді шынықтырсаң, спортты қоссаң, уақытылы ұйықтап жүрсең, газировка, пластик деген нәрсені тыйсаң, тәтті жұмсақ тамақтарды кемінде 30 күннен бас тартатын болсаң, сен айғыр боласың. Қыздар сені алыстан сезе бастайды. Сенің иісің, жүрісің, тұрысың бейсаналы түрде тестостероның байқалып, басқа жігіттерден бір түсініксіз түрде ерекшелене бастайсың. Оның әсер ететін мен де білмеймін қалай екенін. Сондықтан воздержание деген белгілі уақытта жаттығу арқылы, жасау арқылы, дұрыс тамақтанып, ұйқыны реттеу арқылы комплекста дейді ғой. Осының бәрін жасаған кезде ғана сенде мынандай эффект болады. Мені қарайтын жігіттердің көбісі бойдақтар ғой. Сондықтан оларда әйел жоқ үйінде, қалған кезде олармен барып қосыла беретін. Ал қыздар оңайшылықпен саған бере салмайды. Енді амал жоқ, ақша болған кезде жігіттер не істейді? Саунаға барады, немесе бодиға барып жатады, или қолмен шығарып жатады. Бірақ бұл жолдардың екеуі де қайсысы жақсы емес. Бірі күнә, екіншісі сенің санаңды, психикаңды нөлге түсіреді. Біз лоқпыз деген да, олай болса бізге ешкім бермей қойды, қыздар қарамай қойды, не істейміз, қолмен шығарып тастаймыз деген. Осындай жылдар бойы осылай мастурбация сенің санаңда, өміріңде қайталана беретін болса, сенде реальный проблемалар туындайды. Не сенде тұрмайды, не сенде тез бітіріп қоясың, не бітіре алмай қиналасың дегенде, яғни реальный қызбен келген кезде сенде осындай проблемалар туады. Ал оның бастамасы неден басталды? Жай ғана мастурбациядан, немесе көзіңді тия алмай әркімге қарап өзіңді қайта қоздыра беруден басталды. Енді осындай өзіңді өйстіп қоздыра беріп, өзіңнің осындай чорт екеніңді өз-өзіңе сендіргеннен кейін, миың осыған сеніп қалады. Яғни сонда сенде осындай бір проблемалар туындайды жаңағыдай. Сондықтан жігіттер ақыл жастан демекші, көзді, ойды, жалпы өзіңді қоздыратын дүниелерден барынша өзіңді тыйып, сол энергияны спортқа, оқуға, білімге салу керек. Вот сол кезде ғана сен реальный қыздармен араласатын боласыңдар да, сен қолмен немесе бір порнодан емес. Өздерің байқасаңдар, мектепте оқығанда әдемі қыздарды жігіттер отырып алып сөз қылып отырады, әсіресе үлкен класстың қыздарына қарап. Енді өзімде де сондай болатын, үлкен класстың қыздарына қарап қозып, соларды әңгіме қылып, қиялдап, үйге келген кезде әдет болып қалған, уже әсіресе үйде ешкім жоқ кезде не істейсің, сол қыздарды елестетесің да, қолмен әкетіп жатасың. Вот осы әдет үлкен болған кезде де қалып қалады. Неге? Өйткені реальный қыздармен сенде опыт жоқ. Ми үйреніп қалғанда көшедегі әдемі қыздарды көреді да, қозып үйге келеді да, дращетіп жауап салады, болды, план орындалды, сперма шықты, дене тынышталды. Бірақ ми қанағаттанған жоқ та, ми ақымақ емес қой. Ол реальный қызды ұстаған жоқ, ол реальный қызға кірген жоқ. Демек, бізге не істейді? Ярлық қояды, лох деген идея қояды да, миың. Сондықтан жігіттер, қазір осындай әдетің болса, онда воздержание жаса. Біздің каналға тіркел, антикурсты алып қара, егер оны өтпеген болатын болса, немесе консультацияға жазылып, қыздармен көп болатын қателіктердің алдын ал. Және просто эксперимент ретінде бір ай көріңдер. Жоғарыда айтқанда ұйқыны, тамақты реттеп, көзіңді, ойыңды тыйып, бір айға міндетті түрде спортты қосып, сонда бір кәдімгідей әсерді өзің көретін боласың. Жақсы жаққа айнаға қарағанда өзгеріс көресің. Міне осындай қарапайым ғана кеңестер болғанымен бір ай тұрмақ, жігіттер бір аптада шыдай алмайды. Қолдан келсе жасап көр. Сосын астына комментарийге өз ойыңды жазып қалдыр. Bir айдан соң болған әсерді, сезімді жаза кете. Мен саған міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Ал сені мен бір айдан соң айғыр болған күйде комментарийді күтемін. Олай болса видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, досыңа жібер.